Ажитайым анасым. Шидерден тыккан көтерді, бабакса киіп бап келдім. Келе ғой құлыным. Әже, не істеп жатырсыз? Құрақ көрпеше тігіп жатырмын құлыным. Мынау ши көрпеше деп аталады. Ши көрпешені адалдыққа, адамдыққа жасайды екен. Ал мынау қошқар мүйіз ою-өрнектен жасалған көрпешем. Ой, қандай керемет, маған да үйретесіз ба? Әрине үйретемін құлыншағым. Мынау қошқар мүйіз ою-өрнегі. Қазір соны тігіп, екеуміз бірге тігейік. Құлыным, көрпешені тігіп болып қалдық. Ол қошқар ою-өрнегі, ол өрнек мықтылыққа, қайраттылыққа тәрбиелейді. Қазақтың әрбір ою-өрнегінің астарында үлкен тәрбие жатыр құлыным. Ажитайым, рахмет, маған ұнады. Анама көрсетейін ба? Әрине көрсете ғой құлыным. Анасым, қара мен тіктім. Қандай керемет, ақылдым менің. Өте әдемі шыққан. Ал мен саған әдемі шашбау жасап отырмын. Мына әжең екеуміз тігіп берген қазақша ұлттық киіміне арнап, шашыңа арнап әдемі бұйым жасадым. Қасыма келіп көмектесші. Қазақта шашбауды алтыннан, күмістен жасаған. Өте әдемі болып, қыздың шашында жылтырап тұрады. Шаштың өсуіне өзінің әсерін тигізген. Сенің де шашың әдемі болсын деп, арнайлап шашбау жасап отырмын. Шаш қыздың көркі дейді. Сондықтан қыз бала әрдайым шашын жинап, бұрымын әдемілеп жүру керек. Соған арналған шашбауды сыңғырлатып шашыңа тағамын. Қазақта қыз бала кешке жай уақытта жүрмеу керек. Сол үшін осы шашбаудың сыңғырлаған даусынан анықтап білетін болған. Рахмет саған, Ажитай, рахмет саған, анасым. Қандай керемет. Шашың қандай әдемі болды. Мен сізге ән аттейін ба? Айта ғой. Тыңдаймыз. Мен балан сайын, дастакандайын, қояды қауыттан, қосады майын, қояды қауыттан, қосады майын. Я, ажын шайын, я, ажын шайын. Ал келе ғой, отыра ғой қасымызға. Алда Наурыз мерекесі келе жатыр. Ақ мол болсын, көжеден ауыз тиік. Әдемі.